يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz keşe Kur'anдағы адамның тура жолда болуы үшін керекті екі мәселені қарастырған аятқа тоқталған болатынбыз. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва жаална минхум аимматан яхдуна би амрина ламма сабару ва кану би аятина юқинун. Олар біздің аяттарымызға нық сенген кезде, яғни яқин сеніммен сенген кезде және сабырлық танытқан кезде біз оларды тура жолға бастайтын имамдар еттік деді. Яғни ол өзі тура жолда болады және басқаларды тура жолға бастай алады. Өзі тура жолда болмаған адам басқаларды тура жолға бастай алмайды. Адасып жүрген адам өзінің адасушылығына шақырады. Қисық нәрсенің көлеңкесі ешқашан түзу болмайды. Демек, мұсылман адам тура жолда болу үшін оған екі нәрсе керек екен. Біріншісі, сенімінің дұрыс болуы және дәлелмен қуатталып, ешқандай бір күмәнді қабылдамайтын мықты сенім болуы керек. Қазір өкінішке қарай көптеген мұсылмандар білім алуға қызықпайды. Не нәрсе адамды мұсылман етеді? Адам не істеп діннен шығып қалуы мүмкін? Не нәрсе оның иманын жойып жіберуі мүмкін? Оған бас қатырмайды. Тек қана бір әсерлі оқиға, бір минуттық жылататын уағыз деген сияқты осындай нәрселерге сондай нәрселерді ғана тыңдайды. Бұрында бұл бір минуттық деген дүние шықпай тұрған кезде адамдар 40 минуттық, бір сағаттық сабақтар тыңдайтын. Бірақ мынау бір минуттық деген дүние шыққаннан кейін адамдар осы нәрсеге үйреніп алды да былай жалпы зерттеп отыратындар айтады, қазір 5 минуттықтың өзін адамдар өткізіп жібереді деді. Қарайды, 5 минут ой ұзақ екен ғой деді, өткізіп жібереді. Тек қана бір минуттық нәрсе керек. 1 минуттық, ары кетсе 2 минут, ары кетсе 3 минут деген сияқты. Ал 1 минутта, 2 минутта, 3 минутта адам қандай білім үйрене алады? Ешқандай білім үйрене алмайды. Өкінішке қарай сол үшін білім деген нәрсе жамағаттың арасында өліп бара жатыр. Жамағаттың арасында өліп бара жатыр. Адамдар тек қана уағыз тыңдаумен шектеліп жатыр. Уағыз бұл рухтың азығы. Адам сондай құлшыныспен құлшылық жасау үшін адамға заряд керек, ол уағызбен болады. Ал бірақ ақылдың азығы бар. Ақылдың азығы. Яғни кімге құлшылық жасайсың және қалай құлшылық жасайсың деген мәселеде қарап отыратын болсақ, бұл жерде ақылдың азығы керек. Ақылдың азығы керек. Кімге құлшылық жасайсың? Алланы тану мәселесі. Алла Тағаланы тану, Алланың сипаттары, періштелерге иман келтіру, оған қатысты мәселелер, кітаптар, пайғамбарлар, қиямет күні, ақирет, тағдырдағы мәселелер. Көп адамдар тағдырға қатысты күмәнға түсіп жүреді. Тағдырға қатысты миларында кәдімгідей күмән бар. Мынау қалай болады, мынау қалай болады, сонда былай ма деген сияқты. Ал негізі иманыңызға қатысты мазалаған кез келген дүниенің сіз жауабын табуыңыз керек. Өйткені ол ертең ұлғая беретін болса, сіздің иманыңызға зиянын тигізуі мүмкін. Егер бір адам иманның шарттарының біріне сенбесе, мұсылман бола алмайды. Егер бір адам пайғамбарлардың біріне сенбесе, Құранда аты аталған, пайғамбар екендігі айтылған, ол иманның шарттарына сеніп тұрса да мұсылман бола алмайды. Жай ғана мына орамал мәселесі.
Мысалы орамал мәселесін қанша мұсылманбыз деп жүрген, бірақ діннен ұзақтан адамдар, ой, ол арабтың киімі, ол арабтану деген сияқты. Біздің қазақ халқы орамал тақпаған, кимешек кимеген, бағанағы шашын ашып жүрген қыздары деген сияқты осындай әңгімелерді айтады. Бірақ өзі мұсылманмын дейді. Ал орамал мәселесі дінде нақты бекітілген мәселе екендігін көбісі біле бермейді. Негізінде біліп тұрып адам орамалдың парыздығын теріс істейтін болса, ол адамның да діннен шығып кету қаупі бар. Сол үшін де, яғни бізге бірінші кезекте не керек? Бізге бірінші кезекте ақылдың азығы керек, ол білім. Бірінші Аллаға қатысты Алланы тану мәселесі, екіншісі, яғни бірінші кімге құлшылық жасаймын, екінші мәселе қалай құлшылық жасаймын, қалай өмір сүремін. Қалай құлшылық жасаймын? Мысалы, намазыңыз. Ең бірінші иманнан кейін сұралатын дүниеңіз. Ал сіз сол намаздағы элементарны мәселелерді білесіз бе? Мысалы, бүйтіп қалсам не болады? Екінші ракатта отырмай тұрып кетсем не болады? Имамға кешігіп үйісам, мынандай ракатта үйісам қалай болады? Мысалы, қарайып тұратын болсаң, фихтағы көптеген мәселелер. Ал егер оларды үйренетін болсаң, ол жерде ешқандай бір діни романтика жоқ, былайша айтқанда. Яғни әлгі ыңылдайтын музыка, көңілің әсер ететін оқиға, баяғыда біреу болыпты деп сөйтіп бағанағы әлгі адам көңілін жұбататын деген сияқты, көңілін босататын, онда еш нәрсе жоқ. Ол жерде таза ғылым үйренуің керек, жаттауың керек, мәселелер бар, дәлелдері бар. Адамды жалықтырады ма? Я, жалықтырады. Ол әлгі 1 минуттық уағыз сияқты әсерлі емес. Егер білім сондай бір романтикалық нәрсе болса, әлгі қызық уағыз сияқты болса, онда бәрі ғұлама болып кетер еді. Бірақ енді бәрінің ғұлама болу шарт емес, бірақ ең болмағанда намазыңызды қалай оқисыз? Намазыңызды қалай оқисыз? Мысалы, қолыңызда әлгі Каспий дейді, тағы басқа дейді, әр уақытта сізге неше түрлі 0024 дейді, басқа дейді, осындай ұсыныстар келіп жатыр. Бір нәрсе сатып аласыз, карточкаңызға бонус түседі. Немесе жыл бойы тұрған ақшаңызға сізге тағы да оған тағы да бір бонус сияқты нәрсе береді. Олардың үкімі қалай болады? Біз білмей харамға кіріп кеткен жоқпыз ба? Білмей процент жеп қойып жатқан жоқпыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай бір заман келеді, проценттен қашқан адамның өзіне шаңы жұғады дейді. Біз сол үстіміздің бәрі шаң-шаң болып жүрген жоқпыз ба? Өйткені халал харам жеу мәселесі ол сіздің ұрпағыңызға, ұрпағыңыздың жақсы болуына, дұғаңыздың қабыл болуына тікелей әсері бар мәселе. Сол үшін де адамға ең бірінші кезекте не керек? Ең бірінші кезекте оған білім керек. Ол құлшылығын дұрыс атқаратын деңгейде білім алуы керек. Ол нанын адалдан тауып жейтін деңгейде білім алуы керек. Омар радиаллаху анху базарда сауда жасап жатқан адамды сол сауданың үкімін білмесе шариғаттағы базардан шығарып жіберетін болған. Өйткені білім алмай, сауда саттықтың үкімін білмей базарға кірген адам қаласа да қаламаса да рибаға кіріп қалады, харамға кіріп қалады деген. Ал одан бізді қорғайтын нәрсе не? Одан бізді қорғайтын нәрсе білім. Білім ол ақылдың азығы. Рухтың азығы ол уағыз. Уағыз, зікір, Құран оқу, тағы да басқа да сондай дүниелер. Ал бірақ ақылдың азығы ол білім. Демек біз бірінші нені үйренуіміз керек? Алланы танытатын білімді үйренуіміз керек дұрыстап. Ақида білімі, одан кейін фих білімін үйренуіміз керек. Рамазан келе жатыр, Рамазанға қатысты үкімдерді, мысалы дүниесі көбейе бастаған адам зекет мәселесін үйренуі керек. Сауда саттықта жүрген адам сауда саттық мәселесін үйренуі керек. Демек, бізге бірінші кезекте не керек? Бірінші кезекте білім керек. Бірінші кезекте білім керек.
Және сондай-ақ кеше мен айтқандай қазір неше түрлі адамдарды адастыратын пікірлер тарап жатыр. Тәңіршілеріміз деп біреулер неше түрлі дінге қарсы әртүрлі жалаларды жауып, жалған ақпарат таратып жатыр. Одан басқасы бар тағы да. Сондай кезде сіздің жүрегіңізге күмән кіріп қалмайтындай, өзіңіздің сеніміңізді сақтай алатындай деңгейде біліміңіз болу керек. Өйткені оның барлығы қоғамда тарап жатқан вирус, ал сізде антивирус болу керек. Сіз дініңізді қорғай білуіңіз керек. Тек қана дініңізді қорғай білу емес, сіз біріншіден өзіңіздің ақидаңыз сақтай білуіңіз керек. Енді өзіңіз тура жолға түскеннен кейін келесі міндетіңіз не болады сіздің? Құранда Алла тағала не деді? Уәл аср. Уақытқа серт. Иннал инсана лафи хуср. Адамдардың барлығы зиянда. Иллаллазина аману. Тек қана мынау 4 сипатта болғандар, бойында 4 сипат табылғандар зиян шекпейді деді. Біріншісі иман келтіргендер, екіншісі ізгі амал жасағандар, яғни бірінші иман, одан кейін амал, үшіншісі не кетеді? Ватавасау бил хақ. Ватавасау бил хақ. Яғни бір-біріне ақиқатты үгіттегендер деп. Демек сіздің келесі қадамыңыз, келесі міндетіңіз бұл басқаларды дінге үгіттеу, дінге шақыру. Сізге келіп айтты: менің басында осындай бір сұрақтар бар, мені мазалап жүрген. Соған жауап берсең, мен дінді қабылдар едім деді. Мысалы, бір мұсылман емес, жұмыстағы сіздің коллегаңыз, әріптесіңіз. И сұрақтар қоя бастады. Сіз сол жерде ол адамды күпірліктен алып шығуға, мұсылмандыққа кіргізуге қауқарлысыз ба? Яғни күшіңіз жете ме, жетпей ме? Немесе, так мен іздеп көрейін, Google-дан қарап көрейін, ұстаздардан сұрап көрейін деп кетесіз бе? Негізінде, егер біреу исламды қабылдаймын десе, ол жерде сіздің міндетіңіз не болу керек? Жедел жәрдем сияқты болу керек. Тіпті ғұламаларымыз айтады, мынандай нәрсені айтады. Егер деді, бір адам саған келіп, маған калиманы үйретші, мен исламды қабылдағым келеді десе, сіз сол жерде уақытым жоқ десеңіз, немесе бір айын алып келесің бе десеңіз, діннен шығып кетесіз. Яғни, сол жерде сенің дінің күйіп кетеді. Неге? Өйткені ғұламаларымыз айтады, күпірлікке разы болу, күпірлікке адамды түсіреді деді. Оның яғни бір минут болса да күпірлікте қалуына сіз разы болмауыңыз керек. Бірден бауырым кел деп бүкіл дүниенің тірлігі не бағанағы өртеніп бара жатса да тастап кел, ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деп сіз оған әлгі калиманы айтып, қысқаша иманның шарттарын түсіндіріп, оған иманды қабылдатуыңыз керек. Ал егер жоқ айналып кел, бос емес едім, кейінірек хабарласайық, немесе тағы да басқа да бір сөз айтатын болсаңыз, ол адам діннен шығып кетеді деді. Енді біреу келіп сізге, мен дінге кіргім келеді, осындай мәселелер бар десе, мені мазалап жүрген, соған жауап берші десе, сіз соған жауап бере аласыз ба, немесе сонымен қосылып өзіңіз дініңізге қатысты күмәнға түсіп қаласыз ба? Япырай, мен ойыма келмеген екен, қалай болды бұл мәселелер, сонда мен ұстанып жүрген дұрыс емес пе деп өзіңіздің басыңызға вирус кіріп, керісінше сонымен бірге күмәнданып қаласыз ба? Қазір неше түрлі күмәндар бар, дұрыс па? Неше түрлі күмәндар бар. Мысалы, басқа дінді қабылдап кетті, қанша қазақтар шоқынып кетті, оның ішінде мүмкін бір басқа себеппен кеткендері бар шығар, бірақ ішінде өзінің дінін білмегендіктен, оған дінге қатысты дұрыс емес мәліметтерді алып келді, ол сонымен сол дінді қабылдап кетті. Бар ғой ондай жағдайлар? Ондай жағдайлар бар ма? Бар. Тіпті мен қолыма сондай бір кітап түскен. Әлгі кітапта
Иса пайғамбардың Құдай екендігін Құран арқылы дәлелдемекші болады. Қазақша аударылған. Мысалы, Құраннан аят келтіреді. Мұхаммед пайғамбар айтады дейді. Құранда Мұхаммед пайғамбарға Алла тағала айтты дейді. Құлла құллакум инди хазаинуллах. Айт оларға, менде Құдайдың қазынасы жоқ. Уәлә а'ламул ғайб. Және мен ғайыпты білмеймін. Басқа бір аятта құллау күнту а'ламул ғайб ластактарту минал хайр. Айт, егер мен ғайыпты білгенде, онда маған ешқандай зиян жетпес еді. Алдын ала біліп отырсам, қай жақтан зиян келеді, қай жақтан пайда келеді, онда зияннан қашып, тек қана пайдаға қол жеткізерем деп айт дейді. Мәне Мұхаммед мына жерде өзінің ғайыпты білмейтіндігін айтып жатыр дейді. Одан кейін мына жақ екінші Иса пайғамбар айтып жатыр дейді. Ва унаббиукум бима та'кулуна ва ма таддахирун ва ма таддахируна фи буютикум. Сендердің үйде жасырып қойған нәрселерің жайында да хабар берем деді дейді. Міне ол ғайыпты біледі дейді. Тағы да басқа да сондай. Міне ол өлді, сосын туылды, сосын ағашқа керіліп өлді, сосын қайта тірілді дейді. Оған дәлел ретінде «Вассаламу алайя яума улидту ва яума амуту ва яума уб'асу хайя». Яғни маған туылған күнімде, қайта өлген күнімде және қайта тірілген күнімде сәлем болсын деп айтқан. Міне қайта тірілдім деп айтып жатыр. Деген сияқты осындай нәрселер тығып тастаған. Ал дінді білмейтін адам ананы көрген кезде ойланып қалады, Құранның өзінде жазылып тұр екен ғой сол нәрсе деп. Сол үшін де бізге ең бірінші керек нәрсе бұл білім. Дінімізді қорғай алатын, ақидамызды қорғай алатын, және басқаға соны түсіндіріп бере алатын бізге білім керек. Біз негізі Мұхаммед Ғазали деген ғұламаның айтқан сөзі бар. Өзі ең мықты товар мұсылмандарда деді. Ең мықты товар мұсылмандарда. Бірақ мұсылмандар соны дұрыс жарнама жасай алмай жүр дейді. Дінге қатысты айтады. Алла тағала сондай ақиқат дінді, адамның табиғатына толық сай келетін дінді беріп қойды. Енді соны мұсылмандар дұрыс жарнама жасай алмай жүр. Керісінше кейде антиреклама жасайды. Дұрыс па? Қанша көріп жатамыз ғой. Сақалды, үстінде көрген адам діндар деп ойлайтын киімді киіп алған, немесе орамалда. Енді дұрыс, кейде адам ашуланып кетеді, басқа болады. Бірақ қазір кеше жаңа жыл мен тойлауға қатысты орамалдағы қыздың сөздерін кәдімгі бір приколға айналдырып, бір таксиспен айқайласып тұрған. Өкінішке қарай. Соны алып таратып жатыр адамдар. Енді сондай нәрселерді адамдар кейде біреулер әдейі дінді қаралауды қалайды, пайдаланады солай. Екінші біреулер ондай ойы жоқ, бірақ ананы көреді, ойбай, мұсылмандарың осындай ма дейді. Алла тағала сондай ақиқат дінді беріп қойды. Бұл әлемде қазір ең көп тарап жатқан дін ислам діні. Бірақ ол ақиқат болғандықтан, адамдардың жүрегіне жақын болғандықтан, соны қабылдап жатқандар көбірек ізденгендіктен көбінесе келіп жатыр. Ол мұсылмандар мықты болғандықтан емес. Мұсылмандар мықты болғандықтан, дінін керемет ұстағандықтан адамдар дінді қабылдап жатқан жоқ. Өкінішке қарай. Мысалы, қазір 22 араб мемлекеті деп айтады. Бірақ бір араб мемлекетін мысалы қорғай алмай отыр. Соны бір ұстаздан сұраған кезде, неге сендер 22 мемлекет болып бір кішкентай мемлекетті жеңе алмайсыңдар деген кезде,
Ол кісі өткеніміз 22 мемлекетпіз, бір мемлекет емеспіз деп айтқан. Өкінішке сондай нәпсі құмарлық, болмашы нәрселерде бөліну деген сияқты. Өкінішке қарай мұсылмандар сондай бір жағдайда. Сол үшін де енді біз өзгеру үшін бізге бірінші кезекте білім керек. Осы дінді басқаларға жеткізе алатындай болуымыз керек. Өйткені мұсылман адамның міндеті өзі білім алғаннан кейін, өзі тура жолға келгеннен кейін басқаларды шақыру, бұл келесі міндеті. Ертең қанша араларыңызда туысқандарыңыз бар, көршілеріңіз бар, әйтеуір араласып жүрген адамдарыңыз бар. Қияметте олар әлгі тозаққа кетіп бара жатқан кезде қолын бетіп, терминатор сияқты бағана бетіп, спокойно бағанағы неге батып кетеді ғой, атын еді, еріп тұрған неге. Сол сияқты бетіп батып кетпейді. Жақсы, аман болыңдар, кеттім мен деп. Ол кез келген адамды кінәлі қылып, өзін құтқаруға тырысады. Тіпті кейбір риуаяттарда айтылады ғой. 100 рет ескерткен адамға не деп айтады дейді? Егер бұл 101-ші рет ескерткенде, мен қабылдар едім деп айтады деді. Тіпті бағанағы әкесі баласына жабысады. Әкесі баласына, баласы әкесіне жабысы былай тұрсын, әкесі баласына жабысады. Осы балам мешітке барды, намаз оқыды, бірақ маған айтқан жоқ деп. Бала әкесіне жабысы былай тұрсын, әкесі баласына жабысады. Құранда Алла тағала айтады ғой. Яуаддул мужриму лау яфтади мин азаби яуми изин бибани. Қиямет күні күнәһар адам баласын құрбандыққа беріп болса да өзінің құтқарғысы келеді деді. Баласын деп жатыр, әкесін деп жатқан жоқ. Неге баласын деп жатыр? Өйткені әкенің балаға деген махаббаты, баланың әкеге деген махаббатынан қайда күшті. Бала, мысалы, дұрыс болмаса, дұрыс тәрбие көрмесе, ертең үйленгеннен кейін әйел айтса, кеттік өзіміз бөлек тұрайық, тағы басқа осындай нәрселерді айтса, сол әйелінің артынан еріп, әке-шешесін тастап кете береді. Әке-шешесін қарттар үйіне өткізе салады. Ал әкенің, ананың балаға деген махаббаты ерекше ғой. Әйтеуір сонымен ауырса бірге ауырады, қуанса бірге қуанады. Бірақ енді қараңыз, қияметте махаббаты күштірек болған әке баласын құрбандыққа шалғысы келеді өзінің орнына. Онда бала туралы не деуге болады? Бала ойланбай сізді құрбандыққа жібереді. Менің орныма осы тозаққа кетсін. Осы тозаққа кетсін. Өйткені маған ақиқатты үйреткен жоқ, Алла бар деген жоқ, намаз бар деген жоқ, намаз құлшылық міндет деген жоқ. Егер маған үйреткенде, мен құлшылығым жасар едім деді. Көршіңіз де тура солай айтады. Досыңыз да тура солай айтады. Құранда Алла тағала «Әл-әхилләу яума изин бa'духум ли бa'дин адуун иллал муттақин» дейді. Қиямет күні әхилля деген сондай бағанағы бір етене араласқан. Хулля деген сөз араласып кету дегенді білдіреді. Хулля деген сөз араласып кету дегенді білдіреді. Яғни мысалы сіз аласта сүтті, суды, құясты араластырып жібересіз. Ол жерден суды шығара аласыз ба? Шығара алмайсыз. Солай араласып кеткен достар дейді. Ертең қияметте бір-біріне дұшпан болады дейді. Тек қана тақуалар ғана дос болып қалады дейді. Ал басқа ол сіздің партнеріңіз болсын, ол сіздің мағына класстасыңыз болсын, ол курстасыңыз болсын, ол басқа болсын, ол армияда бірге служить еткен сіздің досыңыз болсын. Тақуалыққа негізделмеген достықтың барлығы ертең қияметте олар дұшпанға айналады бір-біріне, және бірін-бірі тозаққа өзінің орнына жібергісі келеді. Сол үшін де бірінші кезекте сіз өзіңізді құтқару үшін, яғни ертең соларға повод бермеу үшін. Екіншіден, оларды ақиқатқа келтіру үшін, дінге алып келу үшін сізге не керек? Дінді жарнамалай білу керек. Ол үшін сізге білім керек.
анау қойылым бар ғой, білесіздер ғой, ораза туралы. Ана өйтіп, мықты болады екен деп, білесіздер ма? Ана өнер қырандар бір ораза туралы көрсетеді ғой. Ана айтып түсіндіре алмайды да, мен тілім жетпей тұр, мықты болады екен о жақта, мынандай болады екен деп. Ал ар жағында не болады, қалай, оны түсіндіре алмайды. Ана қандай десе, бағана, сауап мощ екен дейді. Сауап мощный екен бұның деп. Қандай сауап, қалай, оны түсіндіре алмайды, немесе мәселені ашып бере алмайды деген сияқты. Сол үшін де не керек? Білім керек. Алла тағала бір адамды сіздің себебіңізбен тура жолға бастаса, пайғамбарымыз не дейді? Ол сен үшін бүкіл дүниеден қайырлы дейді. Бір адамды сенің себебің Алла тура жолға бастаса. Яғни қазірге дейін қанша адам сен тура жолға бастадың, қанша адамды намазға алып келдің, қанша адамның Құдайдан қорқуына, басын маңдайын сәждеге тигізуге себепкер болдың. Демек, бұл бірінші біздің міндетіміз. Екінші енді мәселе, тура жолда болу үшін адамға қажетті, бұл сабырлық. Сабырлық деген сөз жалпы біріншіден тұрақтылық, тұрақты болу. Ғұламаларымыз айтады, адамға үш түрлі сабырлық керек деді. Сабырлық үш түрлі болады деді. Біріншісі, Алла тағаланың бұйрықтарын орындауда сабырлық керек деді. Бұйрықтарын орындауда сабырлық керек. Енді дін деген ол жеп-жеңіл оңай нәрсе емес. Дін оңай нәрсе емес. Құранда Алла тағала ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Алла адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді дейді. Жүктемейді деген сөздегі, таклиф сөзіндегі, араб тіліндегі жүк деген сөздің өзі ауыртпашылық дегенді білдіреді. Жүк деген сөз. Жүк демек оның несі бар? Салмағы бар. Салмақ деген сөз ауыртпашылық деген сөз. Өлгенше таң намазына тұру. Мысалы, 5 уақыт намаз оқу. Оңай нәрсе ме? Оңай нәрсе емес. Жаз болсын, қыс болсын, жұмысың ауыр болсын, жеңіл болсын, ораза ұстау. Оңай нәрсе ме? Оңай емес. Тағы да басқа да сондай. Адамның басына келетін осы дінге қатысты, Алланың бұйрықтарына қатысты сынақтар. Күнде сізді шайтан азғырады, күнде нәпсіңіз азғырады. Олардың ешқайсысы отпускқа шығып кетпейді, демалмайды. Шайтан азғырмайтын кез бола ма? Болмайды шайтан азғырмайтын кез. Шайтан азғырмайтын кез ол қашан болады? Ертең күн батыстан шыққаннан кейін болады. Күн батыстан шыққаннан кейін болды, тәубең қабыл болмайды. Сол кезде шайтан демалысқа шығады. Оған дейін шайтан демалысқа шықпайды. Күнде сені азғырып жатыр. Мына жақтан Алла тағаланың бұйрықтары бар. Сол үшін де ең бірінші кезекте Алла тағаланың бұйрықтарын орындауға адамға сабыр керек екен. Я аyyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Алла тағала иман келтіргендер өздеріңе намазбен, сабырлықпен жәрдемдесіңдер деді. Одан кейін екінші сабырлық бұл Алла тағаланың тыйғандарынан тыйылуда керек сабыр екен. Қанша тыйымдар бар? Адамның нәпсісіне жағында тыйымдар бар. Мысалы, жеңіл байып кету. Жеңіл байып кету. Жай ғана. Бір адам көре салайыншы, осы қалай болады екен деп, бір лотерея сатып ала салды. Сөйтті, енді көре салайыншы деді, ары қарай телевизордың алдына отыра салды, сол ойын болып жатқан кезде. Немесе, тағы білмеймін енді, қандай жол бар, оны тексеретін. Сөйтіп ет, 40 миллион, немесе 50 миллион, қанша миллионға дейін шығады ода? 30. Сондай 30 шықты. Енді ол құмар ма? Құмар. Харам ба? Харам. Харам табыс па? Харам табыс. Енді сол адам сол ақшаға отказ бере ала ма? Бас тарта ала ма сол ақшадан? Мына жақтың нәпсі шырылдап жатыр.
шайтан малғын келеді, ғұлама ғой ол. Пәтуа бере бастайды саған. Ей, ертең тәубе етесің, бала шағаң жағдайын жаса, қара анау үйің қирап тұр, ертең қызыңды ұзатасың, құдалар қандай үйге келеді. Неше түрлі сізге пәтуаларды айтып, ертең байып ал, байбағаннан кейін осы ақшаны садақа беріп ақ шығарып тастайсың, сөйтіп дүниең тазалап аласың. Неше түрлі осындай пәтуаларды айтады. Сол кезде төтеп беру үшін адамға не керек? Адамға сабыр керек. Көзді зинадан сақтау үшін адамға сабыр керек. Мысалы, Юсуф алейхиссалам, егер ол әлгі үйіндегі қожайынның әйелі зинаға шақырған кезде зинаға барса, оны ешкім білмейтін еді ол жерде. Бүкіл жағдайды жасады соған. Бірақ ол не деді? Инни ахаббу сижну илайя мимма тад'унани илай. Сендер шақырып жатқан нәрседен гөрі маған зынданға түскен жақсырақ деді. Зинаны таңдап тұрған жоқ, нені таңдап тұр? Зынданға түсуді таңдап тұр. Зындан деген ол уақытта жердің астында, былайша айтқанда, сыз, ол қазіргідей түрмелер емес қой. Қазіргі түрменің өзіне адамдар бара жатқан кезде шырылдап кетеді. Бірақ қазіргі түрмелер ол жақта отоплениясы бар, тамағы бар. Біз бірде экстремизм, терроризм бабымен сотталғандармен енді барып сұхбаттасамыз ғой. Діни көзқарастарына қатысты сұхбаттасамыз, сөйлесеміз, түсіндіруге тырысамыз. Сол кезде түрмен басшылар айтады, түрмеде отырғандардың жағдайы дейді, жетімдер үйіндегі балалардың жағдайынан 10 есе жақсы дейді. Неге? Өйткені жетімдер үйіндегі балалардың ақысын жейді дейді. Директор жаман болса жейді. Оларға бөліну керек болған мысалы ақшаны талан-тараж қылады, немесе келген нәрсені үйіне тасып. Солай ғой бізде, мысалы, садикте істейтін адам ешқашан үйінде тамақ істемейді, әйтеуір кешкі ужин бәрін алып келеді, или тағы басқа жерде істейтін әйтеуір бәрін тасып алып келеді. Жарайды, оны артылғаны болса, мәселесі бөлек шығар. Айтады, ал енді кішкентай балалар ешкімге шағымдана алмайды дейді. Ал мына түрмеде отырғандар жазғыштар дейді бәрі. Негізі әлгі ООН-ның адам құқығына қатысты қабылдаған шешімдерінде ол түрмедегі адам жағдай қандай болу керек, анау бәрі қарастырылған. Ол күніне мысалы мынандай витамин керек оған, ол алма жеу керек, оған витамин С керек, ол апельсин жеу керек, ол сүт ішу керек, ол айран ішу керек, ол үйту керек, ол бүйту керек. Ол нәрселер орындалмаса жазады. Бағанағы ООН-ға жазады, бағанағы дүниежүзілік адам құқығы несіне жазады, ұйымына жазады. Бізді осындай түрмеде үстіп жатыр, мынандай нәрсе бермей жатыр деп. Сонымен о жақтан байбалам салады, сендер өздеріңді әлгі демократиялық мемлекетпіз деп жатсыңдар, ОБСені басқардыңдар, адам құқығы қайда сендерде. Біздіңкілер ондай шетелден болған сыннан қорқады. Сөйтеді, ойбай деп оларға береді. Жағдайлары әлгі жетімдер үйіндегіден қайда жақсы деді. Ал Юсуф алейхиссалам кезіндегі зындан ол басқа зындан. Мысалы, соны таңдап тұр күнәнің орнына. Алла тағала тыйған нәрселердің ішінде адамның нәпсісіне жағымды дүниелер көп. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хуффатил джаннату бил макарих ва хуффатин нару бис шахават деді. Жәннат адамның нәпсісіне ауыр болған нәрселермен қоршалды. Ал тозақ болса адамның нәпсісіне жағымды болған нәрселермен
адамның шахуатына ұнайтын нәрселермен қоршалды дейді. Енді өмір бойы соған төтеп беру үшін адамға не керек? Адамға сабырлық керек. Және үшінші сабырлықтың түрі бұл адамның басына түскен ауыртпашылықтарға, қиындықтарға сабырлық дейді. Басыңызға Алла тағала неше түрлі сынақтарды жібереді. Біреуді өзінің денсаулығымен сынайды, біреуді баласымен сынайды, біреуді әкесімен сынайды, біреуді жұмыспен сынайды, біреуді барлық ақшамен сынайды, біреуді жоқтықпен сынайды. Алла тағала неше түрлі сондай жағдайлармен адамды сынайды. Әсіресе адам басына түсетін қиындықтар. Сол кезде мұсылман адам әлгі депрессияға түспей, паника болмай, Алла бұйырғандай сабыр ету үшін оның тағдырға деген иманы мықты болуы керек. Және оған осы үшінші түрлі сабыр керек. Алла тағала не деді? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Біз сендерді қорқынышпен сынаймыз, аштықпен сынаймыз. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Дүниеңді азайтып сынаймыз. Кісі өліммен сынаймыз, яғни бір туысқаныңнан айырыласың. وَالثَّمَرَاتِ. Және бағана кірісіңнің азаюымен. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Сабырлыларды сүйіншіле дейді. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Олардың бастарына ауыртпашылық түссе, қиындық түссе, қайғы келсе, не дейді? Біз Алланыкіміз және Аллаға қайтушымыз дейді. Умар радиаллаху анху айтады, Алла тағала маған бір сынақ берсе, мен сол сынақта 3 пайданы көрдім дейді. Біріншісі, сол сынақтың дінімде болмағанына Аллаға шүкіршілік етемін дейді. Дінімде болмағанына дейді. Алла тағала адамды қанша дүниемен сынаса да, дінінде сынамасын. Өйткені дүниелік сынақ уақытша сынақ. Ал дінімен сынап қойса, мысалы бәрі бар, бірақ иман жоқ. Бәрі бар, намаз жоқ. Бәрі бар, құлшылық жоқ. Ертең Құдайдың алдына барған кезде ол адам жағдай қиын болады. Сол үшін де Алла тағаланың мені дінімде сынамағанына шүкір деп айтамын деді. Сынаса, дүниемде сынасын, бірақ дінімде сынамасын деді. Бұл бірінші сол проблемадан көретін пайдам деді. Екіншісі, сол проблеманың одан үлкен болмағанына Құдайға шүкір деп айтамын деді. Одан үлкен болмағанына Құдайға шүкір деп айтамын деді. Алла тағала қаласа одан үлкен етіп жіберетін еді ғой сынақты. Қанша адамдарды көріп жатырмыз. Сынағы ауыр. Бүкіл отбасынан айырылып қалып жатқандар бар. Бүкіл бала шағасынан айырылып қалып жатқандар бар. Енді үлкен қарасаңыз қиын нәрсе ғой. Мысалы Астанада болды. 5 баласын өртеніп кетті. Оңай сынақ емес. Ауыр, өте ауыр. Бір шәкірт жігіт кезінде көлік бу дейді ғой, әлгі запчасть, яғни қосалқы бөлшектер дейміз ба, не дейміз. Сондайларды сатумен айналысатын. Орылған машина, тағы басқасында машиналардан запчастьқа сатып алады. Сөйтіп запчастьтарын алып сатады. Сол бір кісінің машинасын алуға бардық деді. Машинасын сатып беріп жатқан кезде деді, артында машинаның ішінде қызының кішкентай аяқ киімі қалып кетіпті деді. Анау аяқ киімді ұстап, сол жерде аяқ киімді сүйіп кәдімгідей жылап қалды деді. Балапаным деп. Сөйтсек дейді, әйелі, бала шағасы, қайненісі көлікте
кетіп бара жатқан кезде бір туысқандарының тойына көлік апатына ұшыраған, сол жерде барлығы қайтыс болған. Яғни бір сәтте әйелінен не бала шағасынан айырылып қалды, жалғыз өзі қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі де мысалы көзінің тірісінде қанша баласын жерледі өзі. Өзінен кейін тірі қалған Фатима анамыз ғана. Фатима анамыздың өзінің де 6 айдан кейін қайтыс болатынын білді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, артымнан ең бірінші баратын сенсің деді. Яғни ол қызының да ұзақ өмір сүрмейтінін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біліп тұр. Ауыр ма сынақ? Ауыр. Сол үшін де басымызға қандай да бір ауыртпашылық келген кезде, қиындық келген кезде біз Құдай саған не жаздым, не болды соншама, менен басқасын көрмей қалдың ба, жүр ғой әне, бәленше түгенше деп олай айтпастан, керісінше Алла тағала бұдан да ауыр сынақты, бұдан да қиын дүниелерді пайғамбарларыңа да жібердің ғой. Басқа қанша адамдарға жіберіп жатсың, Алла тағала осы сынақтың бұдан ауыр болмағанына саған шүкіршілік етемін деп, адам ол жерде де не көрсету керек? Сабырлық көрсету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ас-сабру инда садматил ула дейді. Шынайы сабырлық бұл бірінші соққыда болады дейді. Бірінші соққыда болады. Біреу келді да әдемі жаңадан көлік алдырдың, оңтүстік Кореядан мысалы да, или қай жерден керемет көлік, әлі ағайын туысқаныңнан көрімдікте жинап үлгермедің. Артынан біреу келді де кіріп кетті мысалы, или келді де жанынан соқты. Сен не істейсің? Түсе салып бірінші боқтайсың, айқайлайсың, ұрсасың. Егер кішкене денеңе сеніп тұрсаң, төбелесуің де мүмкін, өзің телосложениеңе, бағанағы физически данныйларыңа сеніп тұрсаң. Егер сенбей тұрсаң, енді ондай әрекетке бармайсың ғой. Иә. Ана бір намазхан жігіт айтып еді, досы неден шыққан, качать етіп. Енді бой 1,80, біраздан бері качать етіп жүр, бағанағы 6 кубик, крылья, бәрі бар. Енді ол адамға бір сенімділік береді ғой өзіне деген. Сөйтіп тырыстырып футболкасын киіп алған, машинасы қымбат деді, Гелендваген ба, қандай бір машина. Сонымен кетіп бара жатса, Nexia қысып кеткен ғой. Мада енді әлгі кім ол мені қысатындай деген андай ой бар да. Енді жағдайы бар, Құдай түрді берген, денені берген, астында мықты көлік. Соны көтере алмаған ғой, какой-то бір Nexia келіп мені қысып кетті деп. Сонымен алдына шығып, анан қысып тоқтатқан. Тоқтатқаннан кейін бірден шығып, есігін ашып, шықшы былай деп. Кімсің соншама мені қысатын деп. Шығарып атқан, бір кезде көзімді ашып қалсам деді, біреулер мені оятып жатыр деді. Боксер ма бір нәрсе болған ғой, шыққанда сразу жақтың астынан берген кезде ұйықтап қалған. Сөйтіп үстін қағып, көлігіне отырып кетіп қапты да. Енді бізде сабырлық таныту деген бар, одан кейін көнігу деген бар. Құранда Алла тағала уабашширис сабирин деді. Сабырлыларды сүйіншіле деді. Сабырлық қашан болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бірінші соққыда болады деді. Яғни сен бірінші мәрте естіген кезде, сол жағдайға бірінші түскен кезде альхамдулилля деп, Алла тағала өзіңе шүкір, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун десең, сен сабырлық танытқан адамсың. Ал басында паникаға түстің, айқайладың, артық сөз айттың, киіміңді жырттың, сындырдың, тептің, қираттың. Одан бір нәрсе өзгере ме? Өзгермейді. Ары қарай не істейсің сен? Ары қарай көнігесің. Бұл сенде басқа
шығатын ешқандай выход жоқ. Болды, не істейсің сен? Көнігесің. Көнігу ол сабырлық емес. Сабырлық ол сол удары бірінші келген кезде қабылдауда болатын нәрсе. Қабылдауда болатын нәрсе сол сабырлық. Сол жерде мұсылман адам не керек? Алла тағала осы басыма келген қиындыққа маған сабырлық бер, және сол сабырлықтың сауабын бер, және жоғалтқанымнан хайырлысын маған нәсіп ет деп Құдайдан сұрауы керек. Умму Салама анамыз айтады, Әбу Салама қайтыс болған кезде пайғамбар маған сөйтіп үйретті дейді, осы дұғаны айт деп. Сонда пайғамбардың бұйрығы ғой деп айттым дейді дұғаны. Бірақ ішімнен ойладым дейді. Алтын адам ғой Әбу Салама деген. Енді артында тұр ғой, бұл жоғалтқанымнан жақсырағын маған нәсіп ет деген сөз тұр ғой. Енді Әбу Саламадан артық маған кім жолығады деп ішімнен ойладым деді. Дұғаны айттым деді пайғамбар бұйырғандықтан. Бірақ ішімде одан жақсы нәсіп ет деген кезде одан жақсы не жоғылуы мүмкін деп сондай ойда болдым деді. Ал бірақ Умму Салама анамыз кейін пайғамбарымыздың жұбайына айланды. Айтады, кейін Алла тағала маған күйеуімнен де абзалы нәсіп етті дейді. Сол үшін де Алла тағаланың бізге не жасырып қойғанын білмейміз. Яғни мұсылман адам бірінші иманын сақтау керек, бағана айтқандай. Екіншісі осы өмірде дұрыс өмір сүру керек. Дұрыс өмір сүру үшін бірінші Алланың бұйрықтарын орындау керек, оған сабыр керек. Екіншісі тыйғанынан тыйылу керек, оған сабыр керек. Үшіншісі осындай басына ауыртпашылықтар, түрлі жағдайлар келген кезде тағдырға наразы болып Алланың ашуын келтіріп қоймау керек. Сынып қалмау керек, былайша айтқанда. Ол үшін де адамға не керек? Сабырлық керек. Ғұламаларымыз айтады, адамды екі нәрсе адастырады деді. Біріншісі күмәндар деді, шубухат, екіншісі шахауат деді. Яғни адамды адастыратын нәрсе біріншісі оның мына миын адастырады. Өткен сабақта айттық қой, хауариждер секілді. Намазды сұмдық оқиды, оразан сұмдық тұтады, бірақ ақидада адасып кеткен. Яғни адам не сенімінде адасады, не шахуатына еріп адасады. Яғни бұл дүниеде харам жеп, харамнан тауып, сол шахуат нені қалайды, сол шахуатының құлына айналып адасады. Адам осы екі нәрседе ғана адасады екен. Үшінші адастыратын адамда нәрсе жоқ. Сол үшін де енді миында адасып кетпеу үшін оған білім керек. Өмірде тіршілікте адасып кетпеу үшін оған не керек? Оған сабырлық керек. Осы екі нәрсе болса, адам иншалла тура жолда болады. Алла тағала баршамызға сол тура жолды нәсіп етсін. Алла тағала осы жерден елімізге өзгеріп баруды, ары қарай жақсы жаққа өзгеруді нәсіп етсін. Өзі ғұламаларымыз айтады, қандай да бір жасаған құлшылығыңның қабыл болғанын білгің келсе, сол құлшылықтан кейін қандай жағдайдасың, сол сенде өзгеріс болса, жақсы жағына өзгеріс болса, демек Алла тағала құлшылығын қабыл етті дейді. Өйткені Алла тағала айтады, тура жолға түскендердің біз ары қарай туралығын арттырамыз дейді. Яғни сіз келіп жақсы амал жасаған болсаңыз, Алла тағала қабыл еткен болса, онда ары қарай сіз өзгересіз. Енді сіздің үйдегі иманыңыз, имани жағдайыңыз, рухани жағдайыңыз Кабаның алдында тұрғандағыдай болуы шарт емес. Ол адамның жағдайы өзгеріп тұрады. Ол табиғи нәрсе өзгеріп тұруы. Сіз мысалы Кабаны көріп тұрған кезде намазды қалай оқисыз, құлшылықты қалай жасайсыз? Арафатта барып дұға қалып тұрсаңыз, ол күні Арафат тауында адамдар жылап жатады, ерекше сезімде болды. Енді ол бірінші келгендегі сезім, одан кейін екінші келдіңіз, керемет, әдемі, үшінші келдіңіз,
одан азырақ, төртінші келдіңіз, тағы да азырақ. Болады ма ондай нәрсе? Болады. Бірақ бір адамдар айтады, сол каждый раз как первый раз дейді. Ондай болса керемет, машалла. Ондай болса керемет. Яғни сен мысалы Кабаны 20-ші рет көргенде де, бірінші рет көргенде әсер алсаң, онда машалласын. Онда ол енді Алла тағала сондай иманды нәсіп етсін. Ал бірақ адамдардың бәрінде сондай бола ма? Бәрінде ондай бола бермейді. Енді ол табиғи нәрсе бір жағынан. Мысалы, күнде сол харамды тазалап жүрген тазалықшы, айлыққа жұмыс істеп жүрген. Харам ол үшін әлгі өмірінде бір рет сағынып келген адамдағы сияқты ма? Харамның әсері? Жоқ, олай емес. Иә, болмаса әлгі суретте тарап еді ғой, қолын Кабаның есіне жібіне тығып алып, телефон шұқылап тұрған әскердің сурет тараған еді. Мысалы да, ол табиғи нәрсе. Әлгі айтады ғой бір 10-шы рет па қажылыққа келген адам Арафатта бәрі жылап дұға жасап жатыр дейді. Сөйтсе, енді жылда келіп дұға жасай беріп үйреніп кеткен ғой. Еті үйреніп кеткен. Келесі жылы мүмкін бір компанияның басшысы келесі жылы тағы қажыларды алып келу керек. Ол соны ойлап жатыр. Сонымен Алла тағала ерініп, Алла тағала сол өткен жылғы дұғалар ғой, өзің білесің ғой деп айтады. Сол өткен жылғы айтқан дұғаларым ғой деп. Дұға жасауға да ерініп тұр дейді. Енді Шымкентше айтқанда шілей олай емес енді, бірақ жалпы кішкене адамда бұл рухани жағдай ойнап тұруы ол табиғи нәрсе. Мысалы, Рамазанның өзінде де, елде, Рамазанда бір ерекше рухани жағдайда боласыз. Соңғы 10 күнді келген кезде сіздегі сезім күшейеді. Соның ішінде тақ түндерінде, әсіресе 27-ші түні сіздегі сезім күшейеді. Рамазан біткеннен кейін кішкене азаяды. Ол адам бір жағдайда бола беретін болса, онда хадисте келгендей періштелерді көріп, періштелермен амандасып кетер едіңдер деді. Бірде сахаба, Абу Бәкір сахаба бір сахабаны көріп қалады. Сондай уайымда, қайғыда, не болды десе, мен 200-дімін деді. Мен мұнафиқпын, оңбаған адаммын деді. Не үшін айтып жатсың деді. Пайғамбардың жанында отырсам, пайғамбардың сөзін естіп, сұхбатына қатысып, сол мәжілісте болған кезде бір ерекше рухани жағдайда болам деді. Керемет, иманым күшейіп, сыртқа шығып кетіп, бұлай тіршілікте жүрсем, сол сезімді сезіне алмаймын деді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху айтады, менде де тура сондай сезім болады. Жүр онда барып пайғамбардан сұрайық деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған кезде пайғамбарымыз айтады, егер сендер менің жанымда тұрған кездеріңдегі сезімде әрдайым болсаңдар, онда періштелер сендерге сәлем берер еді дейді. Яғни тіпті көздеріңе періштелер көрінер еді дейді. Пайғамбарымызға көрінгендей. Сол үшін де ол адам әрдайым бір жағдайда, бір сезімде болу шарт емес. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, ахаббул аъмали илаллахи адуамуха ва ин қал. Аз да болса тұрақты болған амал Алла үшін көп болып үзіліп қалғаннан қайырлы дейді. Яғни сіз мына жерде қазір көп құлшылық жасадыңыз. Бірақ елге барған кезде үзіліп қалса, соның ешқайсысы болмаса, демек сіздің халіңіз мүшкіл. Аз да болса тұрақты болу керек. Мысалы, Рамазан оразасы бар 30 күн. Одан кейін сіз барлық айда 30 күн ораза ұстамайсыз ғой, бірақ Алла тағала үзіліп қалмасын деп сізді. Одан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза беріп қойды. Әр айдың бағанағы 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері ораза беріп қойды. Дүйсенбі, бейсенбінің оразасын беріп қойды. Арасында Ашура оразасы келеді. Арасында Арафат күнінің оразасы келеді. Алла тағала үзіліп қалмасын деп сізге сондай сүннет оразаларды беріп қойды. Сол сияқты, яғни сізде кішкене әйтеуір үзіліс болып қалмау керек. Өйткені тұрақты болған нәрсе нәтижесін береді, жемісін береді. Имам Ғазали айтпақшы, тамшылап тұрса, тасты теседі дейді.
тамшылап тұрса, ол тамшы тамшы тамшы. Ал бірақ мысалы сол тасқа сіз алып тұрып бір көлдің суын құйып жіберсеңіз, бірден оның тасқа ешқандай әсері болмайды. Сол үшін де аз да болса тұрақты тамшылап тұратын нәрсе керек. Ертең елге барғанда Құран оқу тұрақты түрде, арасында нәпіл ораза, арасында нәпіл құлшылық, түнгі құлшылықтар деген сияқты. Сол үшін де иншалла сол тұрақтылыққа үйренейік. Алла тағала баршамызды өзінің жолында, құлшылығында тұрақты құлдарынан етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Бирахматика.